Достар, бүгін Заринаға 5 сұрақ. Иә. Папаңның жұлдыз болғаны саған көмектесті ма, көмектеспеді ма сахнаға шығуға? Так, очень такой интересный вопрос. Әрине көмектесті. Әрине көмектесті. Менің әкем мен үшін тұлға, ол мен үшін үлкен мектеп. Егер сенің әкең сондай атақты болмаса, сен осылай жарқырап жұлдыз болып шығатын бедің, шықпас бедің. Мен сияқты қарапайым ауылдың мұғалімімен бір культурада істеген бір ағатайдың баласы болсаң. Менің әкем сондай атақты жұлдыз болмаса, мен шықпас едім. Вот. Үйткені маған оның таланты дарымас еді. Иә. Иә, сосын мен оның династиясын ары қарай жүріп алмас едім. Жалғастыра алмайтын едім, өйткені маған оның берген таланты дарымас еді маған. Маған қанмен келіп тұр. Принято. Кровью. Әйелдің кәрілігін, әйел міне картайды дейді ғой, енді әйел негізі картаймайды ғой, әйелдің жасы ылғи 18. Бірақ әйелдің қартайғанын, мына кісі қартайып кетті деп ішімізден ойлаймыз ғой. Соны қай жерден, саған сол не ол? Саған әйелдің қартаюын, например, менің бойымдағы, мына кісі қартайыпты деп айтамыз ғой. Соны неден көресің? Какой элемент женщины, когда ты говоришь, блин, қартайыпты? Мен өйтіп айтпаймын мүлде. Шынымен айтайын, ну, даже айтпас, ойламайды екенмін. Даже айтпасаң да, ты вообще как думаешь, когда женщины старость в чем? Например, Ренат Я могу сказать. В чем? Старость женщины, когда она не улыбается. Вот. А Рената Литвинова, знаете, что сказала? Она сказала, старость женщины для меня это в лишнем весе. Для меня старость женщины, когда она не улыбается. Отлично, прям. Отлично. Третий вопрос. Баланың, екі балаң бар ғой? Да. Баланың тәрбиесінде ең бірінші элемент, ең жауапты, ең керек элемент баланың тәрбиесінде немене? Үлкенді сыйлау. Оның ішіне көп нәрсе кіреді. Молодец. Так, енді күшті. Әженің тәрбиесін көрген. Үлкенді сыйлау көрдіңіздер ма? Міне осындай инсайттар Заринадан алып жатырмыз. 4-ші сұрақ Заринаға. Ер азаматтың бойындағы ең бірінші қарайтын және бағалайтын қасиет еркектің бойында. Әйелге деген жауапкершілік алу. Жауапкершілікті еркек болу. Әйелге үйленген кезде. Иә, жауапкершілікті еркек болу керек. Жауапкершіліксіз еркек мүлдем мен үшін еркек емес. Дұрыс, түсінікті. Әр еркек, әр ер азамат жауапкершілікті болу керек. Сол кезде ғана ол ер азамат атанады. Вау! И ең соңғы сұрақ. Ылғи күліп жүресің, ылғи. Мен сенің бір ашулы жүргеніңді көрмедім. Бұл жаңағы өзі туғаннан солай бір күлім көз қыздар болады. Или ол сенің өзің әбден жұмыс жасап, жоқ, мен мынандай бүйтіп Сұпайва сияқты бүйтіп бір күн амандасып, бір күн амандаспай жүрмеймін деп. Солай ол жұмыс істегенің бе, әлде табиғи ма? Шынымды айтайын, туылғаннан осындаймын. Табиғи. Мені роддомнан алғаннан осындай күліп туылған мен өзі. Негізі мен шынымды айтайын, көбісі айтады, она улыбается, она смеется, значит, у нее в душе грустит. Это не так. У меня вот с рождения өзімде туғаннан осындай күліп, мені бұрыннан да бері, кішкентай кезінен де білетін көп адамдар бар, біледі. Мен өзім осылай туылған адаммын, табиғатым сондай. Күліп жүрейік, рахмет Зарина. Жолың болсын, Астанаға кетіп бара жатыр, жаным, күнім. Зарина өзгермейді шын мәнінде. Өзгермейді. Біз де сіз сияқты болайық, сіздің жасыңызда. Рахмет.